Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін дүниетану сабағы. Ортақ тақырып саяхат. Сабақтың тақырыбы Қазақстанға саяхат. Оқу мақсаты: туризмнің негізгі түрлерін ажырату. Бағалау критерийлері: саяхат туризм туралы мәліметтерді жинақтайды, түрлі дереккөздерді зерделеу арқылы көне қалалар мен ескерткіштерді сипаттайды. Балалар, бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын бейнероликке назар аударайық. Қазақстан бойынша саяхат жаса. Бұл рухани жаңғыру жобасы аясында әзірленген ішкі туризм жайлы танымдық бағдарлама. Әрбір шығарылымда біздің түсірілім тобымыз елдің танымал бағыттары мен ең көрікті жерлеріне сапар шегеді. Жамбыл өңірі біздің еліміздің аса маңызды аймақтарының бірі. Дәл осы жерде 550 жыл бұрын Талас пен Шу өзендерінің арасында Керей және Жәнібек хандары қазақ хандығын құрды. Бұл өңірге келген әрбір адам орта ғасырлық сәулет өнерінің озық туындыларына ат басын бұруға міндетті. Мәселен, Айша Бибі кесенесі Қазақстан мен барша орталық Азия аймағындағы сырты терракотамен қапталған жалғыз ғимарат. Бұдан бөлек, туристер Қарахан, Баба Жаһан кесенелеріне де жиі барады. Ата-бабаларымыздың көне сәулет өнерін зерттеп, сол заманның рухын сезіну үшін Жамбыл облысына бару жеткілікті деп нық сеніммен айтуға болады. Жамбыл облысы. Жақсы балалар, ал бейнероликтен не жөнінде көрдік? Жарайсыздар, саяхат жөнінде көрдік. Ал балалар, саяхат дегеніміз не? Саяхатқа не мақсатпен шығамыз? Саяхатқа шығарда қандай заттар алып шығамыз? Ал саяхатқа немен шығамыз? Яғни осы сұрақтар төңірегінде жауаптар алатын боламыз. Алдымен саяхат дегеніміз не? Ойланып көріңіздерші. Дұрыс, жарайсыздар. Саяхат өзіңнің отбасыңмен немесе жақын адамдарыңмен елді көріп, жерді көріп, қыдырып қайту. Ал саяхатқа не мақсатпен шығамыз, ойланыңыздаршы. Саяхатқа демалу үшін, әдемі жерлерді көріп, тамашалау үшін шығамыз. Ал сіздер саяхатқа шығарда қандай заттар алып шығасыздар? Саяхатқа шығарда біз өзімізге керекті заттарымызды алып шығамыз. Ал саяхатқа немен шығамыз? Ойланайықшы, кәнекей. Дұрыс, саяхатқа көлікпен немесе алыс жолдарға саяхаттайтын болсақ, ұшақпен шығамыз, автобуспен шығамыз, Жарайсыздар балалар. Балалар, бүгінгі біз сабақта, яғни Қазақстанға саяхат жасайтын боламыз. Бүгін біз Қазақстанның туристік жерлерімен танысамыз. Балалар, қазір Қазақстанда туризмнің барлық түрі бар. Туристерді біздің еліміздің көне тарихы мен мәдениеті, табиғатының сұлулығы мен алуан түрлілігі қызықтырады. Ендеше суретке назар аударайықшы. Оқулықтағы суретке қарайық. Суретте Қазақстанның картасы берілген. Картада Қазақстанның қай аймақтарына, қай жерлеріне саяхаттауға болатыны көрсетілген. Өз ойыңызды білдіріп көріңізші. Қанекей, бірге табайық. Астана қаласына қайда баруға болады екен? Дұрыс, Бәйтерекке. Ал Көкшетауға барғанда қайда саяхаттауға болады екен? Дұрыс, Бурабай көліне баруға болады. Ал оңтүстік Қазақстан Түркістанға барғанда? Қожа Ахмет Яссауи кесенесіне баруға болады екен. Тарихқа қызығатын адамдар Қазақстанның оңтүстігіне саяхат жасайды. Көне заманда ол жермен әлемге әйгілі
Ұлы Жібек жолы өткен. Яғни сіздер суретте көріп отырсыздар Ұлы Жібек жолын. Оның бойындағы қалаларға, ашық аспан астындағы мұражайларға саяхаттау танымдық туризмге жатады. Балалар, қазіргі таңда туризм жақсы дамыған. Ал естеріңізге түсіріңіздерші, туризмнің қандай түрлері бар? Туризмнің спорттық, ойын-сауық, танымдық, сауықтыру, экологиялық түрлері бар. Дұрыс. Спорттық ойын-сауық түрлері. Спорт белгілі бір ережелер немесе дәстүрлерге сай көбінесе жарыс күйінде өтетін әрекет. Адам баласы спортпен денсаулығын жақсарту, өзін шынықтыру үшін айналысады екен. Яғни осы бағытта спорттық туризм жүзеге асады. Ал танымдық, яғни танымдық туризмге мұражайларға саяхаттау, ежелгі қалаларға, ашық аспан астындағы саяхаттау танымдық туризмге жатады. Ал сауықтыру туризмі, яғни біз ауырып қалған жағдайда, бір жеріміз ауырған жағдайда емделу үшін сауықтыру туризміне барамыз. Ал экологиялық, яғни бұл таза ауада туризм саяхаттау жатады. Балалар, сіздерге түсінікті ме барлығы? Жақсы. Балалар, туризм ендеше оқулыққа қарайық. Суретте қандай туризм түрлері бейнеленген деп ойлайсыздар? Бұл жерде бізде Алматы қаласындағы Медеу мұзайдыны көрсетілген. Медеу мұзайдыны жылдың 4 мезгілінде де жұмыс жасайды. Яғни бұл суретте сыртқы көрінісі көрсетілген және ішкі көрінісі бейнеленген екен. Алматы қаласына барғанда балалар, Медеу мұзайдыны міндетті түрде барыңыздар. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Яғни балалар, жаңа айтып кеткендей, Қожа Ахмет Яссауи кесенесі Түркістан қаласында. Бұл Қазақстандағы әйгілі ескерткіштердің бірі болып саналады. Қанекей балалар, Қожа Ахмет Яссауи кесенесі қай қалада орналасқан? Атап көріңіздерші. Дұрыс. Қожа Ахмет Яссауи кесенесі Түркістан қаласында орналасқан екен. Қазіргі таңда балалар, туризм жақсы дамып келе жатыр. Соның бірі Астанадағы Думан ойын-сауық орталығы орналасқан. Думан ойын-сауық орталығында, яғни спорттық ойын-сауық түрлері де бар. Яғни сіздерге суретте Думан ойын-сауығының сыртқы көрінісі және ішкі көрінісі бейнеленген. Балалар, Астанаға қыдырып барған жағдайда міндетті түрде Думан ойын-сауық орталығына соғып кетіңіздер. Саяхаттап барыңыздар. Және де Қазақстанның інжу маржаны бұл Бурабай көлі. Бурабай көлі қайда орналасқан? Дұрыс, Көкшетау қаласында орналасқан екен. Балалар, осымен біз Қазақстанға саяхатымызды аяқтаймыз. Сіздерге сабақ түсінікті болды ма? Жақсы, жарайсыздар. Сіздерге үйге тапсырма. Оқулықтағы Қазақстанға саяхат мәтінін түсініп оқыңыздар. Және де Қазақстанда саған таныс тағы қандай туристік орындар бар? Сол жөнінде атап өтіңіздер. Сенің Қазақстанда туристік саяхат жасаған жерлерің бар ма? Осы жөнінде атап келіңіздер. Балалар, білім алушылар, бүгінгі сабақтың соңында сіздердің назарларыңызға кері байланыс ретінде білім ағашын алып отырмын. Оқушылар, себеттегі жасыл, қызыл, сары түстерді тапсырма қағаздарды алып, білім ағашына жапсыру арқылы сабақ бойынша ойларыңыз қорытылады. Мұндағы
жасыл түс. Бүгінгі сабақтан түйгенім өте көп, маңызды болды. Бүгін көп нәрсені түсіндім, маған пайдалы болды десеңіздер, сары түсті пайдаланыңыздар. Егер бүгінгі сабақта түсінбеген сұрақтарым бар, әлі де оқуым керек десеңіздер, қызыл түсті пайдаланыңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.